Сәлеметсіздер ме, балалар? Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 204 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қоянбай Ғалия. Әдебиеттік оқу 3 сынып. Сабақтың тақырыбы 92 сабақ нағыз адам. Оқу мақсаты 3-2-6-1 кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгерту себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп бағалау. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Жұмбақтың шешуін бірге табайық. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Балалар, жұмбақтың шешуі не болды екен? Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың шешуі су. Олай болса, балалар, су туралы бейнетаспаға назар аударамыз. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достармен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ге дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе, қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде, әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Пікіріңді білдір. Судың да сұрауы бар. Су бергеннің сауабы бар. Су төккеннің жауабы бар. Осыған өз пікіріңді айтып бер. Жарайсыңдар, балалар. Өте тамаша. Василий Сухомлинский 1918 жылы 28 қыркүйекте Херсон губерниясы Александр уезінде дүниеге келген. Қарапайым отбасында тәрбиеленген. Ол Полтава педагогикалық институтын 1936 жылы бітіріп, орта мектептерде мұғалім болған. Оның ұлыма хат, ата-аналар педагогикасы деген тағы да басқа шығармалары бар. Мәтінді тыңда. Нағыз адам. Аптап қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылармен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді, атайға алғыстарын жаудырады. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп, шелек терең құдық түбіне қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді.
Арбадағы сабанның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жібертіп, атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы байлап, әрі қарай жүріп кетті. Бұл не деген адам деп сұрады немересі атасынан. Бұл адам емес, деді атасы. Түске таман атайдың үйіне тұсынан екінші жолаушы өтіп жатты. Ол арбасындағы сабанның астынан шелегін алып, арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қанғанша ішіп, атай мен немересінің де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да, шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. Бұл не қылған адам деп сұрады немересі атасынан. Бұны да әлі адам деуге болмайды, деді атасы. Кешке қарай атай үйінің маңына тағы да бір кісі тоқтады. Ол арбасынан шелегін алып, арқанға байлады. Су тартып, сусынын қандырды. Сонан соң алғысын айтып жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында арқанға байланған қалпында қала берді. Бұл қандай адам деп сұрады немересі. Міне, бұл нағыз адамның өзі деп жауап берді атасы. Түсініп оқы. Бірінші тапсырма. Василий Сухомлинскийдің нағыз адам мәтінін түсініп оқы. Жарайсыңдар балалар, мәтінді түсініп оқыдық. Екінші тапсырма. Серпілген сауал әдісі арқылы сұрақтарға жауап бер. Мәтін не туралы? Құдыққа бірінші келген адам неліктен су ішпей кетті? Екінші келген адам неліктен шелегін тастамай кетті? Атасы құдық басына келген соңғы адамды неліктен нағыз адам деп санады? Жарайсыңдар балалар, өте керемет жауап бердіңдер. Мәтінде қара түспен берілген тіркестерді түсініп оқы және пікіріңді білдір балалар. Бірінші қарамен жазылған сөз. Бұл адам емес. Екінші қара түспен берілген сөз. Бұны да әлі адам деуге болмайды. Үшінші қарамен жазылған сөз. Бұл нағыз адамның өзі. Жарайсыңдар балалар. Пікірлерің дұрыс. Бірінші, себебі арбасындағы шелегі болса да, құдықтан не өзі су алмай, не ата мен немересіне су бермей кетті. Екінші дәлел. Себебі ол шелегін алып, арқанға байлап, құдықтан су алып шықты. Өзі де ішіп, атай мен немересінің шөлін қандырды. Қалған суды құмға төгіп, шелегін қайтадан арбасына салып, алып кетті. Үшінші, арбасынан шелегін алып, арқанға байлады. Су тартып, сусынын қандырды. Алғысын айтып жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында қалды. Жарайсыңдар балдар, дәл осылай өз пікірлеріңді білдірді деп ойлаймын. Төртінші тапсырма. Берілген сурет мәтіндегі қандай пікірге сәйкес келеді? Осы мәтін бойынша сен қандай сурет салар едің? Тамаша балалар. Бесінші тапсырма. Берілген пікірлерге сүйеніп, өмірде кездесетін оқиғалар мен нақты мысалдар келтір. Суды үнемдеу қай адамға қатысты? Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Тапсырма. Сәйкестендіру. Кестемен жұмыс. Бірінші жолаушы, екінші жолаушы, үшінші жолаушы. Кестедегі сөздер қай сөзбен сәйкес келетіндігін сәйкестендіреміз. Тамаша. Олай болса балалар, дайын жауап арқылы тексереміз. Бірінші жолаушы. Бұл адам емес. Екінші жолаушы. Бұны да адам деуге болмайды. Үшінші жолаушы. Нағыз адам. Мюнстерберг әдісі. Мюнстерберг әдісі арқылы нағыз адамның бойында кездесетін қасиеттерді тауып, сызып атап айт. Яғни балдар, көптеген әріптер берілген, соның ішінде сөздер табамыз, және сол сөздерді сызып, қандай сөз тапқаныңды айтасыз.
дайын жауап. Жанашыр, адал, еңбекқор, мейірімді, шыншыл адамды нағыз адам деп айтайды екенбіз. Өте тамаша, балалар. Дәптермен жұмыс. Нағыз адам басқаларға пайдасы тиген адам. Мен нағыз адаммын тақырыбында эссе жазу. 6-шы тапсырма. Суды үнемдеу ережесін құрастыр. Жарайсыңдар, балалар. Суды кез келген жерге төге берме. Үнемдеп пайдалану керек. Суды босқа ысырап етпеу керек. Тіс жуғанда суды ашық қалдырма. Суды жерге төкпе. Өте тамаша, балалар. Дескриптор. Балалар суды үнемдеу ережесін құрастырады. Сөздерді қатесіз жазады. Жарайсыңдар, балалар. Кері байланыс. Балалар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, керемет, жақсы, орташа смайликтер арқылы кері байланыс береміз. Балалар, олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.